Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге мақ қосылып жасалған өте ерекше пирог жасайтын боламыз. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады, әрі тез дайын болады. Жасап көріңіздер. Міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Видеомды соңына дейін көрмес бұрын арнама тіркеліп, лайк басып мені қолдап кетіңіздер. Алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып аламыз. Одан соң үстіне шым-шымды және құмшекерді қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Осындай әппақ болып көтерілгенше миксерлейміз. Одан соң үстіне 200 грамм қаймақ қосамыз. Одан соң ерітілген сармайды құйып отырып, осылай миксерлейміз. Өйткені менде сармай ыстық болғандықтан, жұмыртқа күйіп үшін осылай миксерлеп отырамыз. Одан кейін үстіне мак және кокосовый стружканың барлығын саламыз. Одан соң ұн және разрыхителді қосамыз. Барлық құрамның мөлшерін описаниеге жазып кететін боламын. Соған қарап жазсаңыздар, дәл тура әдемі болып шығады. Ұнды салғаннан кейін бірден миксерлемей осылай кішкене араластырып тұрамыз. Миксерді қосқас бұрын, өйткені ұн шашырап кетуі мүмкін. Кейіннен миксерлейміз. Осымен біздің тессамыз дайын болды. Сонымен қатар менің каналымда басқа да түрлі тәттілердің, түрлі ерекше тағамдардың рецептері өте көп. Арнама кіріп көрсеңіздер болады. Енді табамызды кішкене майлап немесе пергамент қойсаңыздар болады. Осы тессамызды үстіне құямыз. Жақсылап тегістеп болып, қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Пирогымыз осылай сарғайып әдемі болып пісіп шықты. Енді осының піскендігін спашкамен тексеріп көрсеңіздер болады. Одан кейін мен үстін сәндеу үшін осылай шоколадты сармаймен ертіп алып, үстінен құйып шықтым. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мен осылай шоколадты құйып, үстіне жер жаңғақ немесе осындай грек жаңғақтарын сепсеңіздер болады өз қалауларыңыз бойынша. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып мені қолдап кетіңіздер. Әлде көптеген рецепттер болады.